сәлем құрметті тыңдарман, сіздер Жұлдыз подкастының кезекті эпизодын тыңдап отырсыздар. Бүгін біздің қонағымыз қаржы маманы Жалғасбек Ақболат мырза. Бүгін біз сіздерге қаржы сауаты, ақша басқару және жастар үшін қаржыны тиімді пайдаланудың жолдары туралы әңгімелеп береміз. Сондықтан да біздің эпизодтан алыс кетпеңіздер және міндетті түрде құлақ қойып тыңдаңыздар. Көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Өткен айдан бері сізге қолым жете алмай, рахмет уақыт бөлгеніңіз үшін. Жалпы сіздің өзіңіздің осы қаржы саласына қалай келдіңіз, содан бастайықшы. Сізді не қызықтырды бұл салада? Көп рахмет шақырғандарыңызға. Сіздердің подкасттарыңызға қонақ болып отқаныма өте қуаныштымын. Жалпы қаржы саласына мектеп кезден басталды. 8-ші сыныпқа дейін ойлайтынмын, әскери адам боламын ба деп. Одан кейін 8-ші сыныптан кейін сондай бір жасөспірім шақта адамның көзқарастары өзгереді ғой. Солайша елімізге қалай пайда тиеді деген кезде, ондай бір соғысатын қазір заман емес. Біз өзіміздің ақыл ойымызбен солай еңбек ету арқылы елімізге пайда тигізуге болады дейтін бір ой болды. Ол қандай жол деген кезде, ол жалпы біздің еліміздегі кәсіпкерлікті дамыту, елімізде кәсіптер көп болатын болса, онда елдің экономикасы солайша дамиды деген бір ой болды. Және де нақты енді қаржыға дегенге келетін болсақ, ол енді жоғары сыныптарда нақтыланды. Әрине ол алғашқы ой бар, мақсат бар бала кездегі. Және екінші нәрсе, егер де тіпті мен бұл салада жұмыс жасамасам да, бұл қаржы бойынша алған білімім өзім кәсіп жасайтын болсам да, және қаржылай сауатты адам ретінде өзіме қажет болады деп таптым. Және де бұл менің өміріме керек деп шешкен болатынмын. Және де латындардың сөзі бар ғой, non scholae sed vitae decimus деп. Яғни мектеп үшін оқыма, өмір үшін оқы дейді. Бізде енді көбінесе сондай бір көзқараста болды. Әрбір алып жатқан біліміміз, ол біздің өмірімізде қалай жүзеге асырамыз. Басты сұрақ сол болғаннан кейін бұл қаржы саласының өзіне кіруде, бұл қаржы саласын тезірек үйренуде соғұрлым жеңілдірек болды десек болады. Енді қазір осы негізгі сұраққа қарай ауыссақ, қаржы сауаты дегеніміз не, осыған маман ретінде пікір білдіре кетсеңіз? Өйткені көбіміз былай ойлаймыз ғой, неғұрлым көп ақша тапсам, соғұрлым қаржылай сауаттымын деп. Өте орынды сұрақ. Өйткені қанша консультация өткіземіз, ол жерде жекелей адамдар емес, кәсіпкерлерге де біз қаржылық консалтинг көрсетеміз. Сол жердегі адамдардың көп ойлайтыны осы екен. Яғни мен көп тапсам, значит мен қаржылық сауаттымын деп. Бұл жерде айтатын нәрсе бар. Қаржылық сауаттылық дегеніміз, ең бірінші анықтамасын беретін болсақ, бұл тек қана қаржылық ақпараттарды білу деген сөз емес. Мәселен, банк жүйесі қалай жұмыс жасайды, қалай жинауға болады ақшаны, қалай мақсат қою керек деген секілді ол білім. Екінші нәрсе, ол әдет болып табылады. Яғни қаржылық сауаттылық не деген кезде мен көбінесе ол қаржыға байланысты сенің барлық білімдерің, ақпараттарың және де оны үздіксіз жасау деп айтатын. Осының қосындысы нәтижесінде қаржылық сауаттылық пайда болады. Мәселен, біздің әрбір қабылданатын шешіміміз, әрбір ісіміз ол біздің негізі әдетімізге негізделеді. Және де адамдар өзінің әдетіне сүйеніп қате шешімдер шығару арқылы ол өте үлкен өзінің қаржыларын жоғалтып жатыр мәселен. Ол біріншіден. Екіншіден, жалпы экономикада Энгельс қисығы дейтін түсінік бар. Оның түсіндірмесі былай: сенің кірісің қаншалықты жоғары болған сайын, сенің шығысың да соғұрлым жоғары болады. Мәселен, енді жас тыңдармандар болса, мәселен, сізге бастапқы уақытта, білмеймін енді, айына 10 мың теңге қажет болуы мүмкін, 1-2 жыл өтеді, сізге 30 мың теңге мысалы жинайтын болсаңыз да, табатын болсаңыз да, ол ақша сізге жетпейтін болады. Тіпті студенттердің өздері де алғашқы, мәселен, Алматы, Астана, үлкен қалаларға келген кезде 100 мың теңге күн көріп жүреді. Және де жұмыс жасап бастаған кезде табысы 200 мың теңгеге артқан кезде олардың шығысы да сондай болады. Және де бұл жарыс ешқашан бітпейді. Сіз қанша тапсаңыз да, сіз сонша соманы жаратып жүре бересіз. Өйткені бұда экономикада адамның мінез құлқын зерттегенде сол нәрсеге алып тіреледі. Егер де сенде бұл жерде бір момент бар, егер де сенде нақты бір мақсат болмаса, немесе әрбір сенің жоспарың межеленбесе, белгіленбесе, онда
сен ақшаны мақсатсыз түрде жаратып бастайсың және өзің де түсінбейсің ол ақшаның қайда кеткенін. Түсінікті. Ал онда қаржылық мақсатты қалай дұрыс қою керек? Қаржылық мақсатты қою үшін енді смарт технологиясын пайдаланса болады. Ол бізде қазіргі кезде ең көп танымал. Яғни ең бірінші нәрсе ол сіздің мақсатыңыз нақты болу керек. Мәселен, ол андай емес, мен ақша жинағым келеді емес. Мәселен, мен 1 миллион теңге жинағым келеді. Бұл мақсатқа, бұл қаржылық мақсат. Және де ол уақытпен шектелу керек. Мәселен, ол қанша уақыттың ішінде мен оны жинауым керек. Мәселен, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл деген секілді, немесе жарты жыл деген секілді. Келесі нәрсе ол өлшенетін болу керек. Яғни өлшенетін ол жаңағы біздің 1 миллион теңгеміз. Тіпті оны ары қарай жетілдіріп, мен ай сайын қанша жинау керекпін, немесе күн сайын қанша жинау керекпін деген секілді детальдарға үңілген дұрыс болады. Және де ол мақсат сізге маңызды болу керек. Сіз түсіну керексіз, ол 1 миллион теңге не үшін керек сізге. Оның, мысалы, 1 миллион теңге жиналды, оны ары қарай бір мақсатқа жұмылдырмайтын болсаңыз, жай ғана 1 миллион теңге үшін 1 миллион теңгені жинайтын болсаңыз, онда ол мақсатқа жету қиынырақ болады. Және келесі нәрсе, ол мақсатқа жетуге сіздің мүмкіндігіңіз жету керек. Мәселен, мектеп оқушысы салоннан жаңа автокөлік алуға, мысалға, ол әрине жақсы, өте керемет, бірақ та оның дәл қазіргі уақытта, жақын жылдарда оған тез қол жеткізе қоюы қиынырақ болады. Сондықтан да ол сенің ол мақсатқа қолың жете алу керек, яғни сенің ресурстарың болу керек. Сен немесе жақсы жерде жұмыс жасау керексің, немесе тағысын тағы да деген секілді өзіңнің қолындағы бар ресурсқа да қарау керек. Және осы ақпараттардың негізінде біздің қаржылық мақсатымыз белгілі бір формаға келеді. Яғни ол белгілі бір форма жүзеге асыруға дайын, ыңғайлы форма деп қарастырсақ болады. Енді осыдан тағы да бір сұрақ туындап отыр. Жалпы бізде қатты қаржылай сауатты емеспіз да, негізінде мойындау керек. Мәселен, мен студент, бұл подкасттың аудиториясының өзі негізі көбінесе студенттер, 10-11 сыныптың оқушылары. Мен студент болып жүрген кезде стипендия алып жүрдім. Туысымның үйінде тұрам. Менде қарап отырсам көп шығын жоқ та, бірақ мен 4 жыл бойы ешқандай бір қор жинамағам. Ал басқаларға қарасам, мен стипендиямды жинап, машина алдым, шетелге шықтым дейді дағы. Яғни мен түсінім, менде ешқандай қаржылық сауат болмаған екен. Сондықтан да менің қателігімді өзгелер қайталамас үшін қандай кеңес берер едіңіз? Жоғары сыныптан бастап ақырындап қорды қалай жинау керек? Бұл жерде жалпы қор жиналу үшін бірінші орындалу керек шарттар бар. Мәселен, жаңа айтқандай, біздің аппетитіміз, ол жылдан жылға өсе береді. Мәселен, біз қазір 50 мың теңгеге қанағат тұтып жүрсек, ертең оған қанағат тұтпай, біз 100 мың теңге сұрауымыз мүмкін. Ол ары қарай өсе береді. Ол не үшін дегендіктен, не үшін дейтін болсақ, жалпы адамдардың, бәріміз ғой, адам болғанда, бәріміздің комфортқа бейімделуіміз өте жылдам. Егерде біз мысалға айына, мысалға 5 рет, например, или 10 рет ресторанға барсақ, мысалға рестораннан тамақ ішетін болсақ, демек біз сол комфортты деңгейде ұстауға тырысамыз. Ол біздің қанша табатынымызға қарамастан. Ылғи барғымыз келіп тұрады. Ылғи барғымыз келіп тұрады. Және де көбінесе бір сондай құбылысты байқаймын. Адамның табысы көбейген кезде сондай бір енді өміріне тікелей әсер етпейтін шығындарға көп бару арқылы, мәселен, көп шығындар жарату арқылы сол шығынды өзіне нормаға болады. Мысалға, значит, мен айына 10 рет ресторанға бару керекпін. Демек, мен осынша табу керекпін деген секілді, сондай бір миында отырып қалғаннан кейін, ол адам бүкіл расходты шығындарын соған негіздеп отырады. Нәтижесінде ол сол комфортты деңгейден түскісі келмейді. Және де сол комфорт деңгейден түскісі келмегеннен кейін, ол не істейді? Қарыздануға мәжбүр болады. Естественно, сен қарыздансаң, сенде жинақтың аты да болмауы мүмкін, мәселен. Сондықтан да әрбір адам өзінің жалпы бюджетін бекіту керек. Енді ол жерде адам өзінің табысын бюджеттеген кезде әдістер қолданылады. Мәселен, 6 құмыра әдісі, 5-30-20 әдісі деген секілді. Ол жерде 6 құмыра әдісінде мәселен былай деп айтады. Сен көңіл көтеруге кететін шығының 10%-дан аспау керек дейді. Жалпы кірістің 10%. Енді бұл отбасылық бюджетті оқысаң қолданбалы. Жалпылай қарайтын болсақ 5-30-20. 50-30-20, то есть. 50 ол сенің базалық қажеттіліктерің, 30% ол сенің қалауларың, 20%
ол сенің жинағыңа, ол сенің біліміңе бағытталу керек дейді. Сондықтан да енді тыңдап отқан адамдар болса, қазақта күшті сөз бар да негізі. Біз оны құнсыздандырып жүргенбіз, бірақ ол өте күшті сөз. Қаржыда қатты көмектеседі. Көпеңе қарай көсіл дейді. Яғни сенің айлық табысың 200 мың теңге болатын болса, мысалға, сен 60 мың теңгеден артық өзіңнің қалауларыңа жұмсамау керексің. Сен оны түсіну керексің. Әрине бұл жерде бізді тартатын өзіне баурайтын элементтер өте көп. Әлеуметтік желіден бастап барлығы ойлайды, барлығы күшті өмір сүріп алады, демек мен де солай өмір сүру керекпін дейді, соған еліктеп бастайды. Енді қаржыгер ретінде айтатын болсам, адамдар қазір әлеуметтік желіден көріп жүрген адамдардың өзі ондай сол бір әлеуметтік желідегі өмірге сәйкес келмейді. Сондықтан да адамдар өздерін алдауды қойып, жалпы өзінің қолындағы бар ресурстармен өмір сүріп үйрену керек. Ол ең маңызды нәрселердің бірі. Егер де сіз, мысалға, менің көңіл көтеруге, жалпы демалуға, сырттан тамақтануға айлығымның 30%-ына артығы кетеді дейтін болсаңыз, және де мен одан түсіре алмаймын дейтін болсаңыз, онда сізге табысыңызды арттыру керек. Бірақ табысыңыз артқан күннің өзінде сіз осы деңгейіңізді ұстап қалу керексіз. Әйтпесем, әрбір сіздің табысыңыз көтерілген сайын шығындарыңыз өсе беретін болса, сізде жинақтауға бос ақшалар қалмайтын болады. Және сіз сол күшті айтып отырсыз, енді бұның бәрі ақшаның жұмсалу эмоциямызбенен тығыз байланысты ғой, өйткені қатты керек болмаса да дайсын алғымыз келіп кетеді деген сияқты. Сол сияқты жасөспірімдер, мәселен, мен өзім таңғаламын, айналамдағы адамдар, жаңағы жасөспірім таныстарым iPhone, я болмаса андай қатты қажет, мен үшін оларға қатты қажет емес деп ойлаймын да, сондай жаңағы жоғары сападағы iPhone 15, iPhone 16, бірақ жастар сол дүниеге қатты қызығып тұрады да. Тіпті кейбіреу соны бөліп төлеуге, я болмаса несиеге алып жатады. Жалпы сіздің соған бір ағалық кеңесіңіз бар ма? Қыздар тіпті косметиканы кәсіпкерлікке алатындар да бар екен, мен соған таңғалдым естіп. Иә, қаржыгер ретінде кез келген жағдайды бір мысал ретінде немесе кейс ретінде қараймыз, иә. Сондықтан тамақты тіпті ретке алатындар, мысалы адамдарды білеміз да. Сондықтан бұл біздің Қазақстан үшін таңғаларлық бір жайт емес. Мен нәрсе айтатын едім, мұның жалпы масштабын сезіну үшін біздің Қазақстанда екінші деңгейлі банктерге, яғни Каспий, басқа да мысалы банктер бар. Олардың алдындағы біздің қарызымыз, жеке тұлға ретінде, ол 18 триллион теңгені құрайды. Мысалы триллион. Көбісі миллиардпен шектеліп, мен бүкіл жерде сұраймын, қанша қарызыңыз бар деп ойлайсыздар? Қазақстан болып деп. Сөйтсем көбісі миллиардтан асамайды, 200 миллиард, 300 миллиард шығар, болды, ары қарай жоқ. Бірақ картинка ол 18 триллион теңге. Осыдан 2 жыл бұрын ол 14 триллион теңге болды. Біз қарап отырсақ, өзіміздің тарихымызда тәуелсіздікке 30 жыл болдық па, біз 2 жылдың ішінде 4 триллион теңге қарызға кіріп тұрмыз. Енді бұл не деген сөз? Біздің қарыздарымыз енді геометриялық прогрессиямен өседі, өте қарқынды өседі. Осы ретте жасөспірімдерге бір нәрсе айту үшін, негізі ересек адамдар қажеті жоқ, мысалға қымбат дүниелерді мақсат ретінде қоймауды үйренсе, онда оны көрген жастар да автомат түрде оны бір құндылық көрмейді деп есептеймін. Өйткені ересектердің өздері қымбат затты ең басты зат деп қара бастағаннан кейін, оны көрген балалар да оны қайталауға да тырысады. Сондықтан да ол жақта екі жақты нәрсе. Одан кейін екінші элемент бұл жасөспірімдерге байланысты. Енді мен жасөспірімдермен өте тығыз жұмыс жасамаймын, бірақ та айтар едім, негізі жалпы адамның осындай қымбат, өзінің қарызға кіргізетін заттарға ұрынуы, ол адамның өзінің жеке мақсаттарының, мағыналы мақсаттарының болмауынан деп сондай шығар деп ойлаймын да. Себебі мысалға адамның өзінің жекелеген тұлғалық мақсаттар болған кезде бұл жарнамалар біздің өмірімізде қатты бір рөл ойнамайды. Ал біз өзіміз не істеп жүргенімізді өзіміз білмей жүрген кезде, онда жарнамалар бізді елітіп, ақыр соңында қалай біз оны алып жатқанымызды білмей қаламыз. Одан кейін несиеге бармау үшін жасанды түрде шектеулерді өзіміз қою керекпіз. Оны қалай қоямыз дейтін болсақ, мәселен бізде енді несие алу өте оңай. Банктер мысалға 1 минуттың ішінде несие береміз дейді, тіпті 30 секундтың ішінде несие беріп жатады. Сондықтан да ол үшін сіз банкке барып өтініш қалдыра аласыз. Маған ешқандай несие бермей ешқандай зат. И банк сізге мысалға түннің бір уағында телефон алғыңыз келіп кетсе, немесе жаңағыдай Dyson алғыңыз келіп кетсе, айтады, жоқ, саған бере алмаймыз деп айтады мысалға. Яғни сіз өзіңізді солай шектей аласыз. Одан да бөлек сіз әрине бір зат алғыңыз келсе, онда өзіңізге уақыт беріп көресіз. Мысалға 72 сағат, бұл деген 3 күн. 3 күннің ішінде ол саған әлі актуалды болса, онда ол алуға тұрарлық деген секілді. Одан кейін әрқашан оның
теңгерімін қарау керек та, мысалы қаншалықты саған ол пайдалы, саған қандай мүмкіндіктер берейін деп жатыр деген секілді. Әрине бұның барлығын мысалы мен өзімнің өмірімде де және де бұны өзіміздің клиенттерімізге ол нәрсені ұсынамыз. Сондықтан да бұл нәрсе жұмыс жасайды. Бастысы адамның өзінде қалау болса. Енді тағы да қосымша нәрсе, жалпы менеджментте мынандай бір күшті сөз бар да, өлшенбейтін нәрсе басқарылмайды дейді. Мысалы дәрігерге барған күннің өзінде дәрігер бізге бірден дәрі бермейді ғой. Бізді бірінші анализдеріміз қарайды. Тура сөз секілді бізде қаржылық сауаттылықта, жалпы қаржылық консалтингте ең бірінші нәрсе ол анализден басталады. Біз адамның қазіргі статус-косын тексереміз. Қазіргі оның қалыптасқан жағдайы қандай? Тіпті ол жеке адам болсын, немесе компания болсын. Өйткені біз олардың қазіргі жай күйін санға айналдырған кезде оны біз жақсырақ түсініп бастаймыз. Тура сол секілді. Егер де сіз өзіңіздің кірістеріңіз бен шығыстарыңызды нақты білетін болсаңыз, сіз түсінесіз. Сізде ай сайын негізі қанша ақша қалып жүреді. И соған қарап айтасыз да, мысалға. Оны біздің қазіргі кезде Қазақстан азаматтарында қалмай да жатады. Иә, мысалға. Ол неден бөлек, рассрочкадан бөлек. Сондықтан да әрбір нәрсені өлшеп есептеп көрген кезде адамның өзінде де бір түсінік болады. Сондықтан да енді адамның қалауы кез келген сәтте келуі мүмкін, бірақ дәл қазіргі сәтте тыңдап отырған адам өзінің кірістері мен шығыстарына қарасын деп айтатын. Және де оны өзіңе бір бекітіп алып жүру керек та. Оны көру керек. Ол сенің бір көзіңмен көрінетін жерде тұру керек. Яғни өзінің кірістері мен шығыстарын жазып жүру керек деп айтатын. Кейде біз оны дамытып, ол кемел түрде болса екен дейміз да, бір қиялдап кетеміз. Бұл жерде маңыздысы тіпті параққа болсын, яғни блокнотқа, дәптерге болсын, өзінің кірістері мен шығыстарын жазғанның өзі үлкен пайдасы тиіп жатады. Сондықтан да ең бастысы ол кірістер мен шығыстарын жазу. Сол кезде сенде барлығы белгілі және түсінікті болады. Және де қарыз алатын кезде сіздің мысалға табысыңыз 200 000 теңгеден болады. Сіз 10% жоқ деп есептейсіз. Ол 10% көзге көрінбейтін шығындар. Мәселен, сіз енді есептедіңіз, айына таксиге осынша құртамын, немесе автобусқа осынша құртамын деп. Бірақ кейбір сәттер болады ғой, мысалға таксимен бару керек болатын. Иә, ондай кезде сізде 10% болу керек, ондай жағдайлар үшін. Ол сізге бір аяқ алысыңызға, былай плюс-минус ойнатуға керек болады. Қалғандары, мәселен, 50% немесе 50% мен 70%-ға дейін ол сіздің қажеттіліктеріңіз. 50 ол базалық болса, қалай айтса болады. Бүкіл шығындарыңыз, мысалға 150 000 теңге болды деп алайық. 10 000 теңгені жоқ деп 20 000 теңгені жоқ деп есептедік. Получается 170 000 теңге болды ғой. Демек сен 30 000 теңгеге дейін рассрочка аласың да, былайша айтқанда. Енді мен шақырмаймын ешкімді, өйткені бұл несие дейтін нәрсе, ол сіздерді құлдыққа итермелейтін нәрсе да. Адам әбден несиеге үйреніп қалған болса, адам шын мәнінде өзінің мақсат мұраттарын ұмыта бастайды. Себебі оның барлық мақсаты осы бір ақшаны тауып, оны ай сайын жауып отыру. Ол кеңірек ойлана алмай қалады. Сондықтан да адам өзінің болашағына бір кедергі қойғысы келмесе, онда жалпы несие, қарыз дейтін заттан мүлде алшақ болған жөн деп есептеймін. Дегенмен де жоқ алам деп қоймай жатса, онда жаңағы есептеуге қарасын. Мәселен, тағы да қайталап айта салайын, 200 000 теңге сіздің жалақыңыз бар, 150 000 теңге сіздің бүкіл шығыстарыңыз болса, 20 000 теңгені сіз оны жоқ деп есептейсіз, ол сіздің көрінбейтін шығындарыңыз, демек сіз 30 000 теңгеге ғана аласыз рассрочканы. Бізде көбінесе не істейді? Менің табысым 200 000 теңге, біз 100 000 теңге дейді, мен 100 000 теңгеге дейін аламын дейді. Қалғаны өйтіп көре жатармыз. Мен давай лучше назад алам, бірақ мен ана жерден мына жерден экономдаймын да, сөйтем да осының жабалуға мен шамам жетеді дейді мысалға. Шын мәнінде олай емес қой. Біздің базалық қажеттіліктерімізді ешкім қалай десе болады? Тоқтатып қойған жоқ. Тоқтатып қойған жоқ, ол өз кезегімен жүре береді. Мен жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, қаржылық сауат ол екі жақты болады деп. Мысалы, мен сол кейде ойлаймын да, жаңағы артық қор бір нәрсе жинап қоймағаныма, бәлкім кішкентай кезімізде біз көп ақша ұстап көрген жоқпыз ғой. Максимум бір 500 теңге ғана ұстаған шығармыз бала кезімізде. Сондықтан да осы баланың қаржылық сауаттың артуына отбасының рөлі қандай және олар қалай көмектесу керек деп? Өте орынды сұрақ. Жалпы біздің қазақ қоғамында ақша тақырыбы ол табу да. Яғни көп отбасыларда ақша жайында әңгіме болса ұрыс болып кетуі мүмкін. Оны көріп өскен бала, оны бір стрессті бір күй деп қарайды да. И өзінің ақшасын санауға, оны есептеуге қашады. Мен өзім сондай бір кейстарға өзім көрем.
мәселен енді өзіміздің достарымыз да болады кейде, кәсіп жасап жүрген немесе қаржылай сауатты болғысы келеді, түсінеді оның маңыздылығын, бірақ енді келе отырып санайық, келе санайық деген кезде ол қашады. Егер де кәсібі болса, кәсібін сана бастаған кезде, мысалы табысы қанша, шығысы қанша деген кезде одан қарауға қашады да, барынша одан қашуға тырысады. Сондықтан да қашу енді шешім емес, сондықтан да оған әрқашан батыл түрде қарау керек. Және кез келген нәрсенің бастауы ол мойындаудан басталады да. Егер де сен өзіңнің қаржылық сауатсызмын деп мойындаған сәттен бастап, сенің қаржылық сауатты болудың жолы басталады. Енді жасөспірім кезінен қалай жасау керек дегенге келетін болсақ, біз енді бәріміз бала кезімізде қолданған инструмент ол копилканы пайдалану. Енді мен қалай айтсам болады, қазір енді былай деп айта салсам, ол андай бір қарапайым болып естілуі мүмкін, бірақ ақшаны ойын деп қарастырсаңыздар болады да. Мәселен, сізге ата-анаңыз беруі мүмкін. Жасөспірім бала жас кезінен бастап өзіне ақша жинауды ойын деп қарастырғаны дұрыс деп ойлаймын. Мәселен, саған ата-анаң 200 теңге берді, сен айтасың, маған түскен ақшаның барлығын 50-50 бөліп отырамын деген секілді да. Және де соны өзіңе әрбір мысалға жинаған сайын өзіңе бір очко ретінде жинақтап отырасың. Мысалы сен өзіңе солай меже қойып, әрбір сол межеге жеткен сайын сен өзіңді жаңағыдай көріп мақтап отыруға да болады, мысалға жарайсың деген секілді. Сондай бір ойын форматында жасайтын болса, бала кезден ол жинақтауға оңайырақ болады. Және тағы да қазір енді көп кездесетін инструменттердің бірі, может көрген шығарсыздар, қорапша болады. Қорапшаның сыртына сандар жазып қояды. Әрбір мысалға сол қорапшадағы санды сол санды ақшаны салатын болса, мысалы 500 деп жазылып тұрады, 500 салса, оны бояйды, болмаса сызады деген секілді. Анау барынша толған кезде адам содан ләззат алады да. Сондықтан бұны бір ойын форматында келтірсе, оны жалпы бойыңа сіңіру соғұрлым жеңілірек болады. Балалардың туған күні болған кезде үлкендер кейде бір қаржылай сыйлық береді ғой, болмаса басқа бір олимпиада бір нәрсені жеңіп келген кезде, және біз әдет бойынша оны мамамызға апарып береміз ғой. Соған деген көзқарасыңыз қандай? Шыны керек, бұл жайында ойланбаппын. Бала егер де ол ақша қаражатты мақсатты түрде бір жоспарлап қойған болса, және соған қарамастан ата-анасы алып қойса, онда да бәлкім қаржыны басқаруға деген, менің қолымнан ешнәрсе келмейді деген бәлкім шығуы да мүмкін. Енді ондай ретте мен қазір айтуыма оңай оны. Жасөспірімдерге өзіңнің жалпы қаржылық мақсаттарың жайында ата-анаң айт десем, ол енді бір қатты қолданбалы болмауы мүмкін. Өйткені біз әлі күнге дейін қоғамда ақша тақырыбы сондай бір өзекті және де бір көп жақындай бермейтін тақырып болғаннан кейін, ата-анасына олай деп айтса бәлкім сөз естіп қалу ықтималдығы да бар да, мәселен. Өз отбасымызға керек қой деген секілді бір сондай бір аргументтер ұсынып қалуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде мен нақты былай істеу керек немесе ол дұрыс емес деп айта алмаймын. Егер де бала өзі енді отбасына қажетті деп тапса, бәлкім беруге болады. Дегенмен де әрбір мысалға бала өзінің тапқан ақшасын, мысалы жас кезінде тапқан ақшасын өзі жинақтап, өзі жаратып үйренсе, әрине ол соғұрлым жақсы. Тіпті ата-аналардың өзінің балаларын дүкенге жұмсауының өзі ол өте үлкен бір нәтиже деп айтамын. Енді бұл жердегі айтатын әңгіме ол көбірек ата-аналарға қатысты да, мысалы тыңдайтын болса егер. Ол әрқашан балаларыңызды мысалы дүкенге жұмсаған кезде оларды көбінесе үйрету үшін купюрамен жіберу керек та. Өйткені ол ақшаны сезіне алады. Сондай-ақ если балалары болса, ата-аналардың, онда балалардың қалауларын тоже төлемді балалары жасау керек та. Және де оны қағаз күйінде жасайтын болса, ол баласы түсінеді оны. Ата-ана да дәл солай балалардың қалауларын, мақсаттарын ынталандыру үшін ойын форматында жасаса болады. Мәселен, мен саған күн сайын мектепке осыншадан беріп тұрам, қаншасын үнемдейсің, соған үнемдегеніңе ал деген секілді. Және ол ақшаны, мәселен, осы копилкаға сақта. Осы жерде енді менде ондай ситуациялар көп болған жоқ, бірақ байқағаным, солай жинақтап үйренген, тіпті тек қана кішкентай бала емес, үлкен адамдардың өзі ақша жинағы пайда болған кезде, ол ең бастапқы алғым келеді дейтін нәрседен бас тартады. Сол кезде бірнандай бір қызық құбылысты көремін да. Оказывается, біз өзімізге қажет емес затта ақшамыз жоқ кезде көп аңсайды екенбіз да.
біздің ақша қаражатымыз болған кезде біз оның шынайы плюс пен минусын қараймыз да. Шын мәнінде ол маған керек па керек емес пе деген секілді. Сондықтан да ең басты ақша жинап үйрену, оның тәртібі болса, әрине бір мақсатқа жиналатын болса ол ақша, ол өзінің тізбекті түрде ары қарай нәтижесін бере береді. Айтқандай ғой, мысалға сенде қомақты ақша жиналса, сен оны уже аяқ асты келген сезімдерге ермеуге тырысасың да. Өйткені сен түсінесің, сен бұны қанша күн бойы жинадың, қалай жинадың, қалай жинадың, сен оны білесің. Сондықтан сен әрбір теңгеңді бағалай білесің. Түсінікті, рахмет көп. Енді мына ақша жинаған кезде жалпы қолма-қол ақша ұстаған мен Каспи Голдта тұрған екеуінің айырмашылығы бар ма? Мысалы көп айтып жатады, мен әлеуметтік желіден көремін, біз картамен төлеген кезде сезінбейміз, сосын кете береді, ал қолма-қол ақшамен төлесек ойланып жұмсаймыз деп. Ол жерде бір әсер ететін факторлар бар. Ол бір жағынан адамға да байланысты деп айтатын едім. Бір адамдар бар, мысалы тәртібі, дисциплинасы өте мықты. Ол адамдарға ол жарай береді, мысалға. Каспимен төлесе де, басқамен төлесе де оларға қалыпты нәрсе. Өйткені олар ақшасын жаратқан кезде біліп тұрады, мысалы. Не үшін жаратайын деп жатыр? Қайда жаратайын деп жатыр деген секілді. Ал жалпылай алатын болсақ, бәріміз жаратқымыз келіп тұрады деп қарастыратын болсақ, әрине ол кезде купюрамен жинақтаған, сонымен төлеген, ол бізге шын мәнінде сезіледі. Және де бұл жерде өте қатты сезілетін нәрселердің бірі, ол жаңағы ақшаңды конверттерге бөлу. Мәселен, сенің айлығың түсті, сен сол айлығың түскен сәттен бастап, сен каждыйын өзінің орындарына қоясың. Мәселен, сен арендада тұратын болсаң, аренданың ақшасын бөлек қоясың. Айлық түскен сәттен бастап. Если жаңағыдай жинақтағыңыз келетін болса, 10% болатын болса, 10%-ын бөлек қоясыз. Солай барлық конверттерге бөлесіз. Сол кезде сіздің мысалы қалауларыңызға дейтін ақша қалып тұрады өзі. Сіз жаратқан кезде уже магазинге бара жатқан болсаңыз, мақсатты түрде сол конвертпен ғана жұмыс жасайсыз да. Сол конвертке ғана қарайсыз. Сіздің айлығыңыз мысалға 200 мың теңге болуы мүмкін, бірақ конвертте 15 мың теңге тұруы мүмкін да. Сіз ол кезде уже бір магазинге барған кезде 5 мың теңге, 10 мың теңге құртпайсыз. Сіз сол конверттің шеңберінде ойланасыз да. Көп былайша айтқан кезде қаржылық сауаттылық бойынша дәрістер өткізген кезде адамдардың көбісінен былай деп сұраймын да. Бірінші ақша түскен кезде не істейсіңдер деп сұраймын. Барынша шынайы жауап береді, былай деп айтады. Қарызымызды төлейміз деп айтады. Арендамызды төлейміз дейді. Сосын не істейсіңдер десем, киноға барамыз дейді. Сосын не істейсің десем, тамақтануға барамыз дейді. И солай кете береді да. Барғысы келген жерлердің барлығын түгендеп шығып, барып қарайды, мысалы қаражатты қараса, оның да қолында мысалға шаршар болмайды деген секілді. Сондықтан да бұл жерде жапондықтардың ККБ дейтін әдісі бар. Оларда енді жапондық философия, ол бірінші өзіңе төле деп есеп алады. Мәселен, біз аренданы кімге төлейміз? Пәтер иесіне төлейміз. Продуктыны кімге төлейміз? Дүкендегі. Дүкендегі адамға төлейміз. Кинотеатрдың ақысын, кинотеатрдың иесіне төлейміз. Сол ақшаны тауып атқан бізге ше дейтін кезде, бізге шашы жоқ та. Сондықтан да бұл жерде ККБ әдісі бірінші өзіңе төле дейді. Себебі бұл тауып атқан табысты сен тауып атсың. Сондықтан да өзіңнің болашағыңа ақшаны қалдыр деген жапондық философия бар. Оны қалай жүзеге асыруға болады дейтін болса, ақшаны түскен сәтте жоқ деп есептейді. Менің мысалға Америка құрама штаттарында мысалға сізге айлықты толығымен төлейді. Сіз соның ішінен өзіңіздің зейнетақы қорыңызға ақшаңызды бөлек төлейсіз, әлеуметтік салықтарыңызды бөлек төлейсіз деген секілді. Бізде олай емес қой. Мәселен, табысыңыз сіздің 300 мың теңге дейді, жалақыңыз. Бірақ қолыңызға түсетіні мысалға 250 мың, 220 мың деуі мүмкін. Ондай кезде сіз айтпайсыз ғой, менің жалақым 300 мың жаратамын демейсіз ғой. Сіз оны уже 70 мың теңгені жоқ деп есептедіңіз, сіз оған іздемейміз де. Дәл солай, мысалға қазір тыңдап отқан адам бірінші өзіңе төле деген түсінбеуі мүмкін. Өйткені көп айтқан кезде түсінбейді, енді қалай ол бірінші өзіңе төле деген не істеп. Бірақ ол жұмыс жасауға болады. Мысалы ақша түскен кезде оны ең бастапқыда оны шығарып алып өзіңіздің бір жинақ конвертіңізде сақтаңыз деп айтатын. Ол бөлек мысалға депозитте тұрса, ол да жаратылып кетеді. Өйткені ол көзде тұрғаннан кейін оны біз уже жарата беруге болады деп есептейміз да. Сондықтан осы бір нәрсе жалпы Каспидегі мысалға да, немесе Халық банкіндегі, немесе басқа да банктердегі ақша қаражатымыз тез жоқ болып кетпегенін қаласақ,
онда әрбір ақшаның орны белгілеу керек. Сол кезде ол былайша айтқан кезде мақсатсыз кетпейді және де қажетсіз шығындар болмайды. Осы жұмыс істеуге байланысты сұрағым келіп отыр. Студенттердің сол студент кезінде жұмыс істеуіне деген көзқарасыңыз қандай? Негізі студенттік шақ ол білім алуға бағытталған да. Біз енді өзіміз студент кезде мынандай бір сөзді ұра болатынбыз да. 4 жылдық білімің 40 жылдық азығың. Және де бізде бірінші орында ол білім болатын. Білім алу барынша білімді тек қана жай естіп кету емес, біз мұғалімдерді қинайтынбыз да. Бұл білімді қай жерде қолданамыз? Қай жерде кездеседі бұл? Айтып жатқаныңызды қалай қолданамыз? Мысалға бір бізге қаржылық инструмент айтса, енді осыны қалай кәсіпке айналдырамыз деген секілді. Солай қинайтынбыз. Сол қиналуды керек. Ол арқылы мұғалім де дамиды, бала да дамиды. Сондықтан да ең бірінші нәрсе ол білім алу деп есептеймін. Мен енді университетте де сабақ беремін. Ол кезде мен көбінесе ол балдарға айтамын. Ол балдар сендер жұмыс жасаңдар. Қыз балдарға сендер істеу керексіңдер деп бір насихат жасамаймын. Бірақ ол балдарға мен көбірек айтамын, сендер міндетті түрде жұмыс жасаңдар. Себебі ол бала ол отбасының асыраушысы, ол елінің былайша айтқан кезде қорғаушысы болатындықтан ол жас кезінен бастап үлкен жауапкершілікті алып өсу керек. Көбінесе мысалға қарапайым білім жүйесінің өзінен басталады. Қыз балдарды өте қатаң қарайды да. Мысалы көбінесе әйел мұғалімдер ғой. Ол балдарға келетін болса, олардың басынан сипайды да. Ол балаға екі есе зиян да. Сондықтан өзім де білім беру методикамда ол балаларды көбірек қатаң қараймын. Өте қатаң қараймын. Және де оларға айтатыным, сендер бәлкім студент кезде жұмыс жасап бастаңдар. Сендердің бос уақыттарың болмасын деп айтамын. Егер бос уақыттарың болып жатса, онда жұмыс жасаңдар. Бірақ жұмыс жасаған кезде қандай жұмыс істейтін болса, әрине ол мамандыққа қатысты, немесе сол мамандығының айналасындағы да. Мысалға енді қаржыгер болатын болса, онда қарапайым кассада тұрып жұмыс жасаса, оның өзі жақсы да. Чем даяшы болған қарағанда, охранник болған қарағанда деген секілді. Енді ол әрине былай өте қатты табыс ақша табуға дейтін қажеттіліктерін туындамаса, жалпы өзі барып сабағын қойып, мысалға барлығын қойып жұмыс жасау, ол енді ол нәрсеге шақырмаймын. Бірақ жаз айларында міндетті түрде жұмыс жасауды ұсынамын. Мен мүлде жұмыс жасамаңдар деп айта алмаймын, себебі мен өзім Америка құрама штаттарына барып жұмыс жасадым, 3 ай жазда. Сондықтан ол өте қатты шыңдайды адамды. Шын мәнінде 2 жұмыс жасауға, 3 жұмыс жасауға болады екен ғой дейтін секілді көзің жетеді. Өзіңде сенімділік болады. Шын мәнінде мен ондай табыс таба аламын деген секілді. Сондықтан реті келсе әрине жұмыс жасау керек, себебі көбінесе жасөспірімдер, мысалы мектеп оқушылары болсын, тіпті 20-ға енді аяқ басып жатқан жас адамдармен сөйлескен кезде сондай бір сұрақ болады. Мен кіммін дегенше. 20 жыл өмір сүрдім, бірақ сонда да мен әлі өзімнің кім екенімді, кім болғым келетінін таппадым деген мысалы сұрақ болады да. Ондай кезде қалай өзімізді табамыз дейтін болсақ, әрине психометрикалық тесттер бар, әрине да. Одан бөлек адам өзін еңбектеп табады деп айтады. Сен өзіңнің мінез құлқыңды, қай кезде қандайсың, барлығын саған бір жауапкершілік берілген кезде, саған белгілі бір дедлайн қойылған кезде, оның барлығы көрініс табады. Сол арқылы сен өзіңе не қажетті, қолыңа не жақсы келеді, солай уже көріп үйреніп бастайсың. Енді осы жасөспірімдердің, жастардың қаржылай дамуына болсын, жалпы тұлғалық дамуына көмектесетін кітаптар, қандай да бір ресурстарды кеңес бере аласыз ба? Жалпы енді қазір жақсы ғой, шүкір да, бізде қазақ тілінде кітаптар өте көп шығып келеді. Сондықтан да енді мен қаржылық сауаттылықты енді үйреніп жүргеннен бастап, уже біршама білетіндерге арнап байқаған кезде кітаптардың деңгейін білемін. Егер де сіз қаржылық сауаттылыққа енді бүйтіп қарап жатсаңыз, онда сізге әрине енді ол 100% дұрыс деген сөз емес, берілген информация, бірақ Баяки кедей яки дейтін кітап бар, Роберт Кийосакидің, және де Вавилондағы ең бай адам бар. Енді Вавилондағы ең бай адам ол қаржыгер ретінде оның идеясымен толық келісем. Баяки кедей яки әрине жалпы бізді ынталандыруға, қаржылай сауатты болуға, қаржылай тәуелсіз болуға бір мотивация беретін жақсы кітаптардың бірі. Бірақ та енді кейбір анықтамаларында ол енді басқаша анықтама берген. Енді ол кісіні де түсінуге болады, қаржыгер емес. Ол мысалы қарапайым осы дейді алсақ болады. Келесі деңгейде, мәселен, Бодо Шефердің
қаржылық еркіндікке апаратын жол ма, қателеспесем, орысшасы путь к финансовой свободе болу керек. Сол кітапты мысалы ұсынамын. Ол кітап шын мәнінде өте мықты кітаптардың бірі. Мысалы, ал егерде сіз одан да өтіп енді инвестицияға барамын дейтін болсаңыз, онда разумный инвестор дейтін кітап бар. Қазір оны қазақшаға аударды, мазмұндама баспасы аударды. Енді оның атын ұмытып тұрмын. Ақылды инвестор ма, солай болып аударылады. Сондықтан ол кітапта өте бір мықты кітаптардың бірі. Енді осы деңгейге қарай. Бұл жолда даму үшін өзіңді всегда бір деңгейде ұстау үшін, ол өзіңнің кірістері мен шығыстарыңа қарау. Оған назар аударып отыру. Және де енді бұл жерде қаржылық сауаттылыққа байланысты көптеген инструменттер бар. Біз енді оны жекелей отырған кезде көбірек ашып, түсіндіріп талдаймыз. Бірақ та жалпы адам өзінің қазіргі кезде қаржылық деңгейін қарап жүретін болса, онда дамуына өте үлкен жол ашады. Бұл жерде әрине дамудың жолы әртүрлі. Әр адам өздігінше дамиды. Мысалға, мен қазір мынамен жүріңдер десем, ол бір адамға өтуі мүмкін, бір адамға өтпеуі мүмкін. Сондықтан да бұл жолда ең басты нәрсе ол өзіңнің статус-квоңды көру, және де өзіңнің ойлауыңмен, өзіңнің ақылыңмен жалпы ыңғайлы жолдарды таңдау керек. Бұл экономика саласы, жалпы бұл өнер саласына жатады. Мысалы, сіз химияның магистратурасын бітірсеңіз, сізге Master of Science деп береді. Ғылымның шебері деп. Экономиканы бітірсеңіз, сізге Master of Art деп береді. Яғни ол жерде не деген сөз? Экономика саласы бұл өмір сүру жайында, әдемі өмір сүру. Бұл жерде өнер. Кейбір сәтте сенің әрине келесі шығындарың көбірек болуы мүмкін, кейде аз болуы мүмкін. Сен оны өнер ретінде қарастыру керексің. Әрине, бірақ өнер ретінде қарастыру керек деп үлкен қарыздарға кіріп кетуге де болмайды. Жалпы осы қаржы саласы, экономика саласы негізінде хабардар болып меңгергенде өте жақсы ғой. Бірақ сіздердің салаларыңыз бойынша Қазақстанда өкінішке қарай грант саны өте аз, және оған түсетін бал да өте жоғары да. Бұл дегеніміз біздің осы саладағы мамандарға деген сұраныстың жоғарылығын көрсетеді ме? Және көп мысалға мен таныстарым бар, мысалы, жаңағы финансқа барам, экономикаға барам деп, бұрын біздің қатарластарымыз жаңағы қайсысын географияны таңдайды, одан кейін қазіргілер математика, география таңдайды да, сосын туризмді оқып жатады. Неге түспедің десе, грант жоғары, содан кейін мынаған грантқа түстім деп айтып жатады. Енді бұл мемлекеттің тарапынан тапсырысқа қарай ғой. Мысалы, мемлекет тарапы айтады, бізге артық қаржыгерлер қажет жоқ дейді. Сол себепті ол гранттың саны шектеулі. Айтпесем, енді ол министрліктің өзі шешеді ғой, қай жаққа қанша грант бергісі келетін. Сондықтан да енді ол жекелеген бір министрліктің өзінің шешімі болуы мүмкін. Жалпы қарайтын болсақ, біздің Қазақстанда 2 миллионнан аса кәсіпкерлік бар. Менің өзімде былай қарайтын болсам, біз енді қаржылық жаңағыдай кеңес берумен, консалтингпен айналысатын болғаннан кейін, біз енді бір жерде біреуге жалдан жұмыс жасамаймыз, көбінесе қызмет көрсетеміз. Сол кезде көретінім осындай енді прогрессивті, алғыр, оқуды жаңа бітірген болсын балалар бар ма дейді, жұмысқа алуға дейді. Мына жақтан қараймын, сабақ беріп жүргенде студенттер жұмыс таппайды. Сол кезде менде не болады да, жаңағыдай түсініспеушілік болады да, қалай деп жүр. Мына жақта маман іздеп жүр, мына жақта жұмыс іздеп жүр. Енді бұл жерден көптеген факторлар бар, бірақ та айтқым келіп жатқан нәрсе, қаржы саласындағы мамандар жетіспейді бізге. Қаржы саласындағы мықты мамандар жетіспейді. Сондықтан да егерде ол қаржы саласын меңгергісі келетін, жалпы қаржыгер болғысы келетін адамдар болатын болса, бұл сала әлі толды деп айта алмаймыз. Бәлкім оның түлектері көп шығар, бірақ онымен жұмыс жасап жатқандардың саны әлдеқайда аз да. Меніңше енді грант болмаса, университеттің өзінің гранттарын ұтуға болатын да жалпы жолдары бар. Сондықтан да егерде қаласа, бәлкім қаржыгер болып оқуға да мүмкіндік болады. Жалпы қаржыгер болып бітірмесеңіз де, сіз қаржылық қабілеттерді меңгерсеңіз, ең бастысы сол. Бүкіл жерде қазір мысалға диплом ол бір номиналды болып қалды. Мысалға диплом ол диплом, орны бар, бірақ та ең басты нәрсе сенің бір істі жасай алуыңда, бір мәселені шеше алуыңда. Қаржыгер дипломы бар, бірақ мәселені шеше алмайтын болсаң, сенің ол дипломыңнан түк пайда жоқ та. Ал керісінше сенің дипломың жоқ, бірақ та сенің
мәселені шеше алатын қабілетің болса, онда сен жаңағы қарағанда әлдеқайда құнығасың. Уақыт бөліп келгеніңізге сізге көп рахмет. Мен ойлаймын, 1 сағаттың ішінде біраз қызық тақырыптардың талқыладық, айтып өттік. Сондықтан да бәлкім бұл соңғы эпизод болмайтын шығар деп, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, түрлі қаржылық инструменттер бар деп, оны жекелей айту керек деп. Сондықтан да егер де тыңдармандарымыз үшін қызықты болса, бәлкім тағы да бір эпизодтар бұйырса жазармыз. Құрметті тыңдарман, біздің осы эпизодымыз аяқталды. Міндетті түрде эпизод ұнаса, шығарылым ұнаса, лүпіл басып, пікір жазып, және оны достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Бұл біздің дамуымыз үшін көмегін тигізетіні анық. Сонымен біздің бүгінгі эпизод тамам. Келесі шығарылымда тілдескенше сау болыңыздар.